Сәлеметсіздер ме, құрметті кішкентай тыңдаушылар? Сәлеметсің бе, Кәусар? Сәлеметсіз бе? Кәусар, мен бүгін саған сыйлық алып келдім. Бұл не деп ойлайсың? Бұл асықтар. Өте дұрыс айтасың. Асық бұл 4 түлік мал мен қоңыр жануардың санының ортасында орналасқан асық жіліктен алынады. Асық бұл біздің қазақтың ұлттық салт дәстүрлерінің ұлттық ойындарының бірі. Ертеде әр ауылдың жас балалары, жастары бірге бас қосып осы асық ойынын ойнайтын болған. Асық ойыны бұл жас балалардың ұқыптылыққа, дәлдікке, икемділікке, алғырлыққа және де сыйластыққа тәрбиелейді екен. Ендеше осы қасиетті асық ойынына арналған біздің қазақтың қиял ғажайып ертегісінің бірі Алтын Сақа ертегісін оқитын боламыз. Ертеде бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Етек жеңін сыйдырып, әуле қоймай қыдырып, ол бір бала сұрап алыпты. Бір күні бай жылқыларын суаруға көлге келсе, көлдің ішінде қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Бұл өкпені көрген жылқылар үркіп суға жуымайды. Бай жылқыларды қанша тартса да, олар суға жақындай алмайды. Сөйтіп бай судағы өкпені тартып алмақшы болып кеткенде өкпе суға батып кетеді. Сәлден соң ол жалмауыз кемпір болып батып шығып, байдың жағасына жармаса кетеді. Көзі алақандай болып қорқып кеткен бай мыстан кемпірге ат басындай алтын берейін, қоя бер дейді. Мыстан кемпір жібермейді. Мына жылқылардың барлығын берейін дейді. Мыстан оған да көнбейді. Жаны қысылған бай мыстан кемпірге енді не берейін деп сұрайды. Сол кезде мыстан кемпір жалғыз балаңды бер, жіберейін дейді. Жалғыз баласын бермек болып бай келіскеннен кейін мыстан кемпір байды жібереді. Сол кезде мыстан кемпір байға балаңды қай жерде бересің дейді. Сонда бай ертең көшемін, сол кезде баламның алтын асығын жұртқа тастап кетемін. Сен сол жұртқа барып, сақаның жанында отырарсың дейді. Ертесіне бай көшіп қонып жүрген кезде баласының алтын сақасын ұмыттырып, оны жұртқа тастап кетеді. Сөйтіп ауыл жаңа қонысқа көшеді. Ойнайын десе асығы, сақасы жоқ бала алтын сақасын жоқтап жылайды екен. Сонда әкесі: балам, кеше қонып жүрген кезде алтын сақамды жұртқа тастап кеткен болармыз, сен барып алып кел дейді. Сол кезде бала: әке, мен жұртқа қай тайға мініп барайын дейді. Сол кезде әкесі баласынан: жылқышыға бар, сол қай жылқыны айтады, соға мініп бар дейді. Бала жылқышыға келеді. Сонда жылқышы: құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып, жылқыға бар дейді. Сол кезде қай жылқы саған қарайды, соған мініп бар. Сөйтіп бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып, қораға келіп жылқыларды қарай бастайды. Сол кезде ең шетте тұрған қотыртай балаға қарай қалады. Бала сол қотыртайды таңдап, оны жүгендейді. Сол кезде тайдың қотыры жазылады. Сөйтіп бала қотыртайдың үстіне тоқым салады. Сол кезде ол құнанға айналады. Содан ер салады, ол дөненге айналады. Енді айылын тартқан кезде ол бесті ат болып шыға келеді. Қуаныштан қуанған бала атқа мініп алып, лезде ұшып барып жұртқа келеді. Жұртқа келсе, ошақтың қасында, тезектің түбінде алтын сақасы жатыр екен. Сақаның жанында бір кемпір отыр. Бала кемпірге: шеше, анау тұрған сақамды алып берші дейді. Сонда мыстан кемпір: мен кәрі кемпірімін, өзің түсіп ал. Мен тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын дейді. Сол кезде бала: ал мен жас баламын, мен қазір түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын дейді. Сол кезде баланың астындағы тайы сақаның жанына жата қалады. Бала тайдың үстіне түспестен бірден сақаны алып тұра шабады. Мыстан кемпір бұл жылқының артынан, баланың артынан тұра қуады. Сөйтіп қуып келе жатып,
әрі қуады, бері қуады. Баланың тай жеткізбейтін сезінген Мыстан кемпір бір мезгілде бір түсін жұлып алады. Содан оны тайға лақтырып жібереді. Сол кезде тайдың бір аяғы жұлып алады. 3 аяқтап тай сонда да жеткізбейді Мыстан кемпірді. Сөйтіп Мыстан кемпір тағы бір түсін жұлып алып, тағы лақтырған кезде тайдың 3-ші аяғын жұлып алады екен. Міне 2 аяқпен жеткізбей бара жатқан тай бір мезгілде бәйтеректің қасына келіп тоқтайды. Өзінің әлсіздігін сезінген тай жерге құлап қалады, ал тайдың үстіндегі бала бәйтеректің төбесіне шығып отырады. Бұл кезде Мыстан кемпір де оларға жетіп бәйтеректің түбін қаза бастайды. Сөйтіп бір мезетте Мыстан кемпірдің жанына қызыл түлкі келеді. Қызыл түлкі: шеше, шаршаған боларсың, тісіңді маған бер, мен қаза берейін, ал сен демал дейді. Мыстан кемпір түлкіні тыңдап ұйқыға кеткенде, түлкі кемпірдің тісін суға тастап, жаңағы бәйтеректің түбін қазып жатқан құдықты кері бітеп тастап кетіп қалады. Ұйқыдан тұрса, не тісі жоқ, не түлкі жоқ. Мыстан кемпір тағы да бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін қазуды жалғастырады. Бір мезетте тағы бір түлкі келеді. Бұл түлкі: шеше, шаршаған боларсың, кетпеніңді, тісіңді маған бер, мен бәйтеректің түбін қаза берейін, ал сен демал дейді. Сол кезде Мыстан кемпір оған сенбей, тісін бергісі келмейді. Бірақ түлкі оған: кешегі келген ол қырдың қызыл түлкісі, ал мен сайдың ақ түлкісімін. Бұл баланың әкесі мені кезінде аң аулап жүргенде ұстап алып, суға жаздады. Бұл баладан алатын менің кегім бар дейді. Кемпір оған сенеді және ұйқыға кетеді. Ол кезде бұл түлкі де кемпірдің тісін суға тастап, қазып жатқан құдықты бітеп тастап, тағы да кетіп қалады. Ұйқыдан тұрған Мыстан кемпір тағы да алданған сезініп, соңғы қалған бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін қазуды жалғастырады екен. Бір мезгілде бәйтеректің төбесіне бір топ қарға ұшып келеді. Бала сол қарғаларға: ау қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар, менің жайлауымда 5 төбетім бар. Сол төбетіме бәйтеректің төбесінде бала отыр, ал бәйтеректің түбін бір Мыстан кемпір қазып жатыр, құлатуға жақын қалыпты деп айтып бар дейді. Бірақ қарғалар еш үндеместен ұшып кетеді. Бір мезгілде бәйтеректің төбесіне бір топ үйректер келеді. Оларға да бала тапсырма береді, бірақ ол үйректер де үндеместен ұшып кетеді екен. Енді не істерін білмей отқан бала отырған кезде бәйтеректің төбесінде әрлі-берлі бір қарлығаш ұшып жүр екен. Ол қарлығаш кезінде балаларын осы баланың қыстауына тастағанда бала оған ешқандай зиянын тигізбей, жақсылығы жасап, өсіріп, оларды ұшырып кеткен. Сондықтан міне қарлығаш пен бала екеуі дос екен. Қарлығаш баланың айтқан тапсырмасын лезде орындап ауылға барып, баланың 5 төбетіне тапсырманы айтады. Бәленбай деген жерде бәйтерек бар. Ол бәйтеректің төбесінде бала отыр, ал бәйтеректің түбін Мыстан кемпір қазып жатыр. Ол бәйтерек жақындауға таяу дейді, құлауға таяу дейді. Сол кезде оны естіген 5 төбеті бірден шауып барып бәйтеректің қасына келеді. Сөйтіп бәйтерек жерге құлайды. Мыстан кемпірді көрген 5 төбет парша-паршасын шығарып, Мыстан кемпірді өлтіріп тастайды. Міне құтқарылған бала 5 төбетіне кезек-кезек мініп өзінің жаңа қонысына да жетеді. Мыстан кемпірден аман-есен құтылған балаға әке-шешесі қатты қуанып, бүкіл ел жұртқа үлкен той жасайды. Бірақ күндердің бір күнінде осы Мыстан кемпірдің қызы анасын іздеп бәйтеректің қасына келеді. Бәйтеректің қасында өліп жатқан анасын көріп, қыз оны кім өлтірген білу үшін бәйтеректі айналып иттің іздерін байқайды. Сөйтіп иттің ізіне түсіп алып жүріп, иттің ізі тура қызды байдың үйіне әкеледі екен. Сөйтіп 5 төбет бұл Мыстан кемпірдің қызы екен сезіп, бірден қызға бас шабады. Бірақ қыз анасына қарағанда өте мықты екен. Бұл 5 төбетке бой бермейді. Сонда алыстан бала тұрып, бұл Мыстан кемпірдің қызын садақпен бір атып көзін шығарады. Екінші атқанда қызды өлтіреді екен. Міне осымен біздің алтын сақа ертегісі өз мәресіне жетті. Бұл ертегі арқылы біздер досы көпті жау алмайды дегенге келеміз. Өзінің жаңағы қарғалар,
бес төбеті бар, жылқысы бар. Бала жаңа өзінің достары арқылы мына жалмауыз мыстан кемпірден құтқарылып, ең соңында аман есен үйіне жетті, иә? Саған ертегі ұнады ма Кәусар? Маған ұнағанығы соншалықты мен ол кітапты үйіме барып оқимын, достарыма түсіндіремін. Керемет. Ендеше құрметті біздің кітапхананың сүйікті кішкентай оқырмандары, осы алтын сақа ертегісін оқығыларыңыз келсе, Атырау қаласында орналасқан номері 4-ші қалалық балалар кітапханасына келіп оқуға шақырамыз.